Айбек Мұқашевтың қала тазалығы үшін қызмет етіп жүргеніне биыл 10 жыл. Таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін қолынан күрек түспейді. Көктемде лайсаң, жазда шаң, күзде жапырақ, қыста қармен күреседі. Бұдан да ауыр жұмыстар бар ғой. Біз дене еңбегінде үйренгенбіз. Бәрінен жаныңа ауырлау тиетіні, айнадай сыпырып, тазалап болған көшеге көзіңше адамдардың қоқыс тастағаны, дейді Айбек. Биыл Оралда былтырғыдан 2 есе қалың қар түсті. Қазір қала тазалығы үшін 2 ауысымда 24 сағат бойы 400 адам еңбек етуде. Олардың жалақылары да сіз ойлағандай көп емес. Достар, сіздің айналаңыздың тазалығы үшін 24 сағат бойы тер төгіп жүрген азаматтардың барын ұмытпағайсыздар.